Сәлем! Біз бүгін сезім мүшелерімен танысып, жұмбақ шешіп, ойын ойнаймыз. Адамның 5 сезім мүшесі бар. Бұл көз, құлақ, мұрын, тіл және тері. Сезім мүшелері арқасында біз айналадағы барлық заттармен танысып, оларды сезе аламыз. Көзіміз айналадағы түрлі заттарды көруге көмектеседі. Ал құлақ арқылы әртүрлі дыбыстарды ести аламыз. Біз иісті мұрынмен сеземіз. Ал тіл бізге әртүрлі дәмдерді сезуге көмектеседі. Тері адамдарға сипап сезуге мүмкіндік береді. Ал енді сезім мүшелері туралы жұмбақтарды шешіп көр. Көреді бәрін өзгенің, көре алмайды өздерін. Көздер. Көз – көру мүшесі. Естіп тұрмыз орманда, айқайлайды көкек. Көкекті тыңдау үшін бізге онда не керек? Құлақ. Құлақ – есту мүшесі. Анам нені пісіреді, бірінші оны ол сезеді. Мұрын. Мұрын – иіс сезу мүшесі. Үнемі ауызда қимылдайды, бірақ жұтылмайды. Тіл. Тіл – дәм сезу мүшесі. Қаттыны да, жұмсақты, суықты да, ыстықты біздің білгіміз келеді, бізге не көмектеседі? Тері. Тері – сипап сезу мүшесі. Тамаша! Ендеше сезім мүшесін атау ойынын ойнайық. Әтірді ескеуге қай сезім мүшесі көмектеседі? Мұрын. Теледидарды көру үшін қажетті сезім мүшесі бұл көз. Судың ыстық не суық екенін ненің көмегімен білуге болады? Тері. Концертте музыканы немен тыңдаймыз? Құлақпен. Еттің дәмін сезуге көмектесетін мүше? Тіл. Керемет! Сау бол!